Таулы ауылдың әдемі пейзажы. Күн батқалы жатыр, аспанда жұлдыздар жарқырай бастаған. Бекзат деген 10 жасар бала үйдің алдында отырып, аспанға қарап ойланып отыр. Аспандағы жұлдыздар қайдан пайда болды екен? Бекзат, сен әлі ойланып отырсың ба? Жұлдыздардың құпиясын білгің келсе менімен бірге жүр. Ақтөс, сен қалай сөйлейсің? Бұл қандай жер? Мен сиқырлы итмін, бірақ оны кейін түсіндіремін. Бұл ғылым орманы. Мұнда әр нәрсе саған білім үйретеді. Ей, Бекзат, шай ішесің бе? Бірақ алдымен маған бір сұрақтың жауабын тауып бер. Аспанда жұлдыздар неге жарқырайды? Білмеймін. Олар от па? Жарайды, ойлан. Мен саған көмектесемін. Жұлдыздар алыстағы күндер сияқты, олар жанып жарық береді. Бекзат ормандағы жарқыраған тасқа жақындайды. Тасқа қолын тигізсе, ол ашылып, ішінен кітап шығады. Кітапта жұлдыздар миллиондаған шақырымдағы отты шарлар деп жазылған. Бекзат жұлдызға жақындайды. Жұлдыз жарылып, Бекзатты үйіне қайтарады. Ол таңертең оянып, кітаптарын ашады. Аспандағы жұлдыздарды зерттегім келеді. Сен ше? Ақтөс, сен енді сөйлемейсің бе?